Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге Мешітбай Абылайхан. Бүгінгі сабақта трейдингтегі ең маңызды терминдардың бірі биржа және оның түрлерін айтатын боламыз. Ең алдымен биржа дегеніміз не деген сұраққа жауап бере кетейін. Биржа дегеніміз бұл адамдардың, яғни сатып алушы мен сатушылардың кездесіп, түрлі активтерді сатып немесе сатып алатын жері. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, биржа дегеніміз сауда жасайтын арнайы алаң деп айтсақ болады. Кәдімгі базардан айырмашылығы бұл жақта валюталарды, акцияларды, металдарды және көптеген басқа да активтерді сауда жасауға болады. Жалпы биржаның негізгі міндеті сауданың қауіпсіз, ашық әрі әділ өтуін қамтамасыз ету. Егер биржа дейтін нәрсе болмағанда, адамдар, сатып алушы мен сатушылар бір-бірін өздері іздеп табуға мәжбүр болатын еді. Бұл уақыт жағынан алып қарасақ та көп уақыт жоғалтатын еді адамдар, және алаяқтық қаупі де артатын еді. Енді биржалардың негізгі түрлеріне тоқталайық. Ең біріншісі бізде фондовая биржа. Бұл әлемдегі ең ірі биржалардың бірі. Бұл жақта көптеген ірі компаниялардың акциялары мен облигациялары саудаланады. Әлемдегі ең ірі фондовая биржалардың қатарына New York Stock Exchange және NASDAQ кіреді. Бұл жақта көптеген мыңдаған компаниялардың акциялары саудаланады. Екінші түрі бізде валютная биржа немесе Forex. Жалпы Forex сөзі валюталарды айырбастау нарығы деген сөзден шыққан. Бұл әлемдегі ең ірі қаржы нарығы болып саналады. Және көптеген трейдерлар осы валюталардың бағасының өзгеруінен пайда табуға тырысады. Үшінші түрі бізде тауар биржасы. Мұнда табиғи ресурстар мен шикізат өнімдері саудаланады. Мысалы, табиғи газ, мұнай, алтын, күміс және тағы да басқа көптеген заттар сауда жасалынады. Мұнайдың құлауы немесе өсуі экономикаға тікелей әсер ететіндіктен бұл тауар биржасы тоже өте маңызды биржалардың бірі болып саналады. Төртінші түрі бізде криптовалюта биржасы. Жалпы криптовалюта биржасы соңғы уақыттарда өте қарқынды дамуда. Криптобиржаларда біз мысалы биткоин, эфириум және көптеген тағы да басқа криптовалюталарды сауда жасасақ болады. Және тағы да айта кететін нәрсе, криптовалюта бізде аптасына 7 күн тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс жасайды. Соның арқасында бізде именно осы криптовалюталарда қозғалыс өте жылдам, яғни волатильность өте жоғары болуы мүмкін. Бұл бір жағынан сізді табысқа тез алып баратын нәрсе болуы мүмкін, бір жағынан өте рискованный нәрсе болуы мүмкін. Жалпы трейдингпен айналысатын кез келген адам үшін каждый биржаның ерекшеліктерін білу өте маңызды. Өйткені каждый биржаның бізде өзінің ережелері бар, өзінің жұмыс уақыты, өзінің соблюдать ету керек рисктары және өзінің мүмкіндіктері бар. Сол үшін мысалы біреуге акцияны торговать еткен ұнауы мүмкін, ал біреуге индекстар немесе форекста сауда жасаған ұнауы мүмкін. Бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.